Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев Қазақстанның көркеюіне, экономикалық дамуына өте зор үлес қосқан адам. Ал енді ол кісі мына Қазақстанда 45-50-ге жуық қала салған. Ал енді ол кісінің мына еңбектерін сағаттап айта беруге болады. Сондықтан да біз мына мемлекет қайраткерлері, Алматы қаласының, Алматы облысының қоғам қайраткерлері, зиялы қауым, жазушылар, ақындар, халық артистері, мына Қазақстанға еңбек сіңген артистер 200-ге жуық, қалыс қалғандары жоқ. Мінекей 200-ге жуық Алматы қаласының әуежайына Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың атын беру туралы мемлекет басшысы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының атына хат дайындады. Қазір осы хат Құдай бұйыртса пресс-конференция болады. Пресс-конференцияда құжаттар дайындалады, одан кейін президентіміздің атына жолдаймыз. Алматы қаласының әуежайына Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың атын беру туралы сұрастырдық. Ес білетін баладан бастап үлкенге дейін барлығы да қолдап жатыр. Сондықтан да біз бүгінгі таңда, бүгінгі күні мемлекет басшысы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевты осы Алматының әуежайына Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың атын беруді сұрап жатырмыз. Ол кісіге 10 қаланың атын берсе де, мен жаңа сөзімнің басында айтып кеттім, 50-ге жуық қала салған деп, ол артық етпейді. Бірақ мына Қапшағай қаласын өзінің қолымен тұрғызған, өзі салған Қапшағай қаласын Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың атына президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев берді. Оған біздің ризашылығымыз өте зор, үлкен рахмет. Өлі риза болмай тірі байымайды дейді. Сондықтан да атамыздың әруағы риза болып жатқан шығар. Ол кісінің атын күнде аталып отырса, мінекей қандай керемет тамаша болатын еді. Ал енді алдында үлкен ескерткіші тұрып, әрбір келген ұшақты атамыз қарсы алып, әрбір келген ұшақты атамыз шығарып салып тұрса, қандай тамаша. Сондықтан да тағы да айтам, құрметті президентіміз, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы біздің хатымызға үн қосып, біздің хатымызды қарап, осы әуежайға Дінмұхамед Ахметұлы Қонаевтың атын берулеріңізді өтінемін. Әрбір батыр, әрбір тұлға өзінің атына лайық болу керек. Біз егер Қонаев атамызды осы Алматы әуежайына лайық деп жатсақ, ал енді Астана әуежайына Талғат Бегелдиновтың атын сұрап лайықты деп жатырмыз. Неге? Талғат Бегелдинов кезіндегі Целиноград облысы Қорғалжын ауылының тумасы. 2 мәрте Совет одағының батыры. 2 мәрте Совет одағының батыры. Ал енді атақты 3 мәрте Совет одағының батыры Покрышкин 3-ші мәрте батырлықты берген кезде Покрышкинге сол кісінің айтқан сөзі бар. Маған 3-ші батырлықты маған емес,
нағыз батыр Талғат Бигелдинов сол кісіге беру керек еді деген. А бірақ енді өкінішке орай үшінші мәрте ол кісі ұсынылды, бірақ кейбір себептермен берілмеді. Бірақ біз қазақ жұрты, өзінің майдандас достары, барлығы да ол кісіні білетін, ол кісіні үш мәрте Совет одағының батыры дейді. Сондықтан да өзі батыр, өзі ұшқыш Талғат Бигелдиновтың атынан басқа кімге лайық ол? Өйткені лайық батырлар бізде көп, бірақ Талғат Бигелдинов ұшқыш, сол жердің тумасы. Әлия Молдағұловаға, ана Мәншүк Мәметоваға да естіп жатырмыз. Президентімізге тағы да көп рахмет. Осы екі тұлғаға Ақтөбе қаласындағы әуежайды, сосын Орал ма, жоқ Ақтау қаласында ма, сол қалалардағы әуежайларды беріп жатқан көрінеді. Үлкен көп рахметіміз айтамыз. Осындай біздің тұлғаларымызды ұмытпай, кейінгі жас ұрпаққа өнеге болсын деп осындай тұлғаларға ат беріп жатқанымыз.